Тамшы KZ ұсынады. Ұстаз Ризабек Батталұлы, имам Ән-Науауидің 40 хадисі бойынша аудио дәрістер топтамасы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам зүхд және оның жемісі туралы хадисі келген. Біз қазір зүхд дегеннің анықтамасына тоқталамыз. Ол жаңағы бір сөзбен айтқанда дүниені тәрк ету, ақыретті қалау деп түсіндірсек болады. Болмаса адам өзіне жүктелген нәрсені біліп, өзіне жүктелмеген нәрсеге кіріспеу, барға қанағат қылу, жоққа сабыр қылу, міне бұны зүхд, яғни дүниені тәрк ету деп келеді. Ан Абил Аббас Сахл ибн Сағид әс-Сағиди радиаллаху анху قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. Ан Абил Аббас Сахл ибн Сағид деген сахабадан келген хадисте бір адам пайғамбарымызға келіп былай деді дейді: уа Алланың елшісі, маған бір амалды көрсетіңізші. Егер оны мен істесем, Алла және адамдар мені жақсы көретін болсын деді. Қараңыздар. Аллахтың елшісі, маған бір іс көрсетіңіз. Егер ол істі мен істейтін болсам, Алла және адамдар мені жақсы көретін болсын деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: фақала, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, исхат фи дуния юхиббука Аллах васхат фима инда нас юхиббака нас. Енді пайғамбарымыз айтты: дүниені тәрк ет, Алла сені жақсы көреді. Адамдардан қолындағы нәрсені тәрк ет, адамдар сені жақсы көреді дейді. Сен дүниені тәрк ететін болсаң дейді, Алла сені жақсы көреді дейді. Яғни дүниені қаламау. Немесе барға қанағат қыл, Алла сені жақсы көреді дейді. Барға шүкір ет, Алла сені жақсы көреді дейді. Жоқтыққа сабырлық ет, Алла сені жақсы көреді деген сөз. Ал енді адамдардың қолындағыны дәметпесең дейді, адамдар сені жақсы көреді дейді. Мысалы мен бір кісіден сұрай берсем, бір күн айтады ғой, мынау неге сұрай береді менен деп. Ал сұрамай жүре берсең, сен жағасың оған. Ал қашан сұрай бастасаң, сондықтан не деді? Алладан сұрағанның бүйірі шығады, адамнан сұрағанның көзі шығады деген сөз бар қазақта. Бүйіруші Алла. Алладан сұрағанның бүйірі шығады, қарны тояды деген сөз. Ал адамнан сұрағанның көзі шығады. Ештеңе бермейді ол. Сондықтан зүхд деген дүниені тәрк ету, Алла сені жақсы көреді дейді. Дүниені тәрк ет, Алла сені жақсы көреді. Адамдардың қолындағыны дәметпе, адамдар сені жақсы көреді деген зүхдқа байланысты хадис. Енді бұл жерде біз мынадай нәрсе шығарсақ болады. Біріншіден, дүниені тәрк ету. Дүниені тәрк ету қалай болады? Сондықтан ғалымдарымыз зүхд үш түрлі болады дейді. Біріншісі әз-зүхду фи ширк ва фи ибадатин ма абада мин дуниллах. Бірінші адам серік қосудан арылу керек. Сөйтіп бір Аллаға ғана ғибадат қылу керек. Міне
Зүһүттіктің басы ол ортақ қосудан, серік қосудан арылу, тек Аллаға ғана ғибадат ету. Ал енді әз-зухду фил харам куллихи минал мал. Екіншісі дейді, харам нәрседен тыйылу дейді. Күнә атауының барлығынан. Шынайы зүһәт болғың келсе, Аллаға ортақ қоспауға тырыс. Шынайы зүһәт болғың келсе, күнә атаулыға жолама. Және әз-зухат фил халал дейді. Ал енді үшінші түрі, халал нәрседе зүхт қылу. Жаңағы су ішу халал, тамақ жеу халал, ұйықтау халал. Бірақ сен соның бәрін азайтып тастайсың. Сондықтан бірінші Аллаға ортақ қоспауда зүхт қылу, және харамнан сақтануда зүхт қылу, бұл екеуі уәжіп. Ал енді үшінші халал нәрседен тыйылу, ұйқыны азайту, ішіп жеуді азайту. Бұл не дейді? Нәфіл, Аллам қалаған іш істейді. Мысалы, біреу күніне бір-ақ мезгіл тамақ ішу мүмкін. Біреу тіпті 2 күнде бір тамақ ішу мүмкін. Сумен жүріп. Өзін ғибадатқа арнау үшін, дүниеге қызықпау үшін жасау мүмкін. Ал бірақ осының ішіндегі ең жоғарғысы харамнан сақтану, шірктен, яғни серік қосудан сақтану алдын тұрады. Ал енді осы зүхд туралы бір қатар имамдар мынадай анықтама берген екен. Имам Әл-Хасан Әл-Басри былай дейді: «Әз-зухду әлләзи иза ра'a ахадан қала хуа афдалу минни». Хасан Басри кибар табиғин, ең үлкен табиғин болған. Бұл 100-ден астам сахабаны көрген адам. Бұл кісі айтады, зүхд дегеніміз дейді, адамдарды көрген кезде бұл адам менен артық деп есептейтіндер дейді. Үлкен мағына бар. Адам қандай да бір адамды кезіктіріп жолықтырмасын, бұл менен артық деп есептейді Құдайдың алдында. Деп түсіндірген. Бұл да тақуалықтың, дүниені тәрк етудің бір мысалы. Әрбір адамды өзіңнен жоғары қою. Осы отырған әр қайсыңыз менен артықсыздар деп қою. Әр көрген адамды. Сондықтан адам өзін ешқашан көтермейді. Ал енді Уахиб ибн Әл-Уарид деген кісі рахимахулла былай деген екен: «Әз-зухду фи дуния ан ла таасса ала ма фатака минха ва ла тафраха бима атака минха». Зүхд дегеніміз дейді, дүниеден жоғалған нәрсеге өкінбеу дейді. Және сол дүниеден келген нәрсеге қуанбау дейді. Міне сол шынайы зүхд дейді. Дүниені тәрк етуші захид адам кім десе, бұл кісі айтады, өзінен жоғалған дүниеге өкінбеу дейді. Мұнда жете алмай қалдым, үй аламай қалдым, мықты көлік міне алмай қалдым, оқи алмай қалдым, бастық бола алмай қалдым деп өкінбейді дейді. Сол сияқты дүниеден келген нәрсеге қуанбайды дейді. Мінген көлігіне, жасап тұрған үйіне, оқыған оқуына, жасап атқан мансабына қуанбайды дейді. Міне сол адам захид адам дейді. Имам Зухри рахимахулла былай дейді: «Мән ләм яғлуб әл-хараму сабраху, ва ләм яшғал әл-халалу шукраху». Харамы сабырынан асып кетпесе дейді, халалы шүкір етуін тосып қоймаса, міне сол захид адам дейді. Адам халалға түсіп қоймай сабыр етсе, сондықтан сабыр екі түрлі болады. Күнәға сабыр ету бар, құлшылыққа сабыр ету бар.
Күнәға сабыр ету өзіңнің әріптестерің, өзіңнің бірге оқыған дос жарандарың дүниенің ләззатына батып жүрген кезде сен өзіңді ұста. Өйткені сені одан үлкен несібе күтіп тұр ақыретте. Сондықтан сабыр етуің керексің сен. Күнәға сабыр ету. Оларға қызығы беріп кетпеу керек. Екінші, құлшылыққа сабыр ету. Сен шілденің ыстығында 18-19 сағат ораза ұстап жүрген кезде сен сабыр ет. Өйткені оның артында жеңіс бар. Сондықтан сабырлық екі бол. Күнәға сабыр ету, құлшылыққа сабыр ету. Сондықтан айтып отыр, сабырыңнан қараның өтіп кетпесін дейді. Имам Зухри айтады, зухд деген дейді, харамы күнәсі сабырынан асып кетпеген, халалы шүкірінен асып кетпеген дейді. Ол халалға масаттанып қалмайды, шүкірін ұмытпайды дейді. Ол харамға түсіп қалмайды, сабырынан айырылмайды дейді. Міне сол адам зәһид дейді. Ал енді Суфиян ибн Ғуяйна рахимахулла былай дейді. Әз-зәһиду фид-дүния иза ан'ама алейхи шакара ва иза ибтала сабара дейді. Ал енді Суфиян ибн Ғуяйна айтады, зәһид адам дейді, дүниеде берілген нығметке шүкір етеді дейді. Ал бермей қиыншылық болса дейді, оған сабыр етеді дейді. Барға шүкір, жоққа сабыр. Бұл да дүние зәһид адамның, зәһидтарды Алла жақсы көреді деді. Егер дүниені тәрк етсе, оның қалай болуын имамдар әр түрлі мағынада түсіндіріп жатыр. Ал енді Суфиян Саури айтқан екен, әз-зухду фид-дүния қасрул әмәл ләйсә би әклін ғализ уәлә би ләпсіл ғиба. Ал енді зүхід деген үміттің аз болуы дейді. Андай болса екен, мындай болса екен, мындай болса екен деп армандай бермейді. Үміт аз бол. Барға шүкір. Болатын ертең көреміз дейді. Ол жақсы тамақ, жақсы кию емес дейді. Түсінді ме? Қатты жаңа тамақты азайтып қою, болмаса қарапайым бишара болып киініп алу зүхід деген емес дейді. Зүхід деген дейді, үміттің, дүниеге деген үміттің аз болуы дейді. Мен мұндай бір машина тастасам, андай үй сап тастасам, содан кейін ғибадатқа отырам, содан кейін бүйтем. Жоқ, ол сол уақыттан бастайды ғибадат. Мүмкін үй саламай кететін шығар, мүмкін машина міне алмай кетіп қалатын шығарсың көрген. Бәрі қалады сонда. Сондықтан адам Омар радиаллаху анху не деді? Мәңгі өлмейтіндей қызмет ет, ертең өлетіндей ғибадат ет дейді. Білмейміз ғой, ертең келесі жұмада кім бар, кім жоқ, Аллаху ағлам. Мүмкін мен жоқпын. Мүмкін араларымызда отырған біреу жоқ болуы мүмкін. Біз бірдеңені ойлап, үй салып алайын, содан бүйтіп алайын, сөйтіп алайын, сөйтіп алайын, содан кейін таза ғибадатқа отырам деп жүргенде өтіп кетуіміз мүмкін. Сондықтан адам барға қанағат қылу керек, жоққа сабырлық қылу керек. Міне бұл шүкірліктің белгісі. Зүхід, міне шынайы зүхід. Міне бұндай адамдарды Алла тағала жақсы көреді. Ал адамдардың қолындағын дәметпесең, адамдар сені жақсы көреді дейді. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رب Алла тағала жасаған құлшылық ғибадаттарымызды қабыл ете көр я Раббым Алла тағала қолымыздан келгенше біздерді зәһидтардың қатарына қоса көр я Раббым Алла тағала Я Раббым Алла тағала барға қанағат қылып шүкір етушілерден, жоққа сабырлық етушілерден қыла көр біздерді, я Раббым Алла тағала. Біздерді пайғамбарлармен, сахабалармен бас көтеруіміз нәсіп ете көр. Раббана атина фид-дүния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар би рахматика я архамар Аллах.